Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге көңілді жандар. Мен Жұлдыз, 3 баланың анасымын. Мына бізде мына жігіттің аты кім еді? Мына жігіт. Керімжан, Рахымжан, ең үлкен баламыз Асылжан. Біз бүгін жылжы деген ойынды ойнағалы жатырмыз. Қазір Рахымжан мен Керімжан бір командада болады. Ал Асылжан екеуміз бір командада болып, осы ойынды ойнаймыз. Бізге барынша қолдау білдіріңіздер, келіңіздер. Ауыл жерде отырып, осындай қызықты отбасылық ойындарды ойнап сіздерге жүктеп жатырмыз. Барынша қолдау білдіріп, видеоларымызды тарқатсаңыздар да болады. Біз қуанып қалар едік. Ал біз ойынымызды бастаймыз. Бізге сәттілік. Ал достар, бірінші турда бізде Керімжан мен Рахымжан ойнайды. Мынау Рахымжан. Енді қараңыздар, осылай астыларына подушка тұр. Қазір қолдарына баклажка, сулифа ойнайды. Сулифа ойнап алыңдар алдымен. Сулифа. Так, бірінші Керімжан. Яғни Рахымжанға жылжы дейді. Рахымжан оңға немесе солға жылжиды. Екеуінде көзі байлаулы тұрады. Сосын баклажкамен ұру керек. Солай кезек-мезек екеуі ауысып отырады. Көзді ашуым жоқ. Кім қалай жылжиды, солай ұрып ойынды жалғастырамыз. Кестік пе? Екеуінің көзі байланды. Енді бізде сулифада Керімжан жеңді, иә? Керімжан Рахымжанға жылжы деп айтып, ойынды ары қарай бастаңдар, кән. Жылжы. Қайтып орныңызға барамыз. Рахымжан, енді жай жылжысаңдар, сол кезде білмеу керек екінші адам, аха? Жай ұрындар. Басына зақым келмесін. Рахым, сенде көрініп атқан жоқ па? Çoğuта басында түзу ұста, жерге қарап. Астан көрініп атқан жоқ па? Болды. Бір рет ұрдың болды ғой? Ұрмай қалды. Қайтып орындарына келіндер. Тимеді. Енді Керімжан. Айт. Тимеді. Болды Керімжайына. Қайдаға клашка? Болды, енді кімнің ұтқанын? Болды. Достар, біздің Рахым іні мен менің ұтқанымызды кім ұтқан комментарияға жазып көріңіздер.